Сәлем достар, ең алдымен каналға жазылып лайк басып, колокольчикті басып кетулеріңізді сұраймын. 7-ші күн. Өзіңді жақсы көру. Алғашқы аптаға шолу. Сенімдеріңізден алып, болашақтағы мүмкіндіктерге жол аша алдыңыз ба? Не нәрсеге қол жеткіздіңіз? Қай жерден қате кетті? Бүгін осының бәріне талдау жасайсыз. Құттықтаймын жарқыным. Сіз айнамен жұмыстың алғашқы аптасын аяқтадыңыз. Осы курсты бастан аяқ ұстанып, соңғы 7 күн бойы айнамен жұмыс істегеніңіз үшін сізді мақтан етемін. Айнамен жұмыс істеуге уақыт керек. Осыны үйрену үшін 21 күнді өзіңізге арнағаныңызға өте қуаныштымын. Неғылып көп жаттығу жасасаңыз, соғұрлым оңай болады. Айнаға қараған кезде өзіңізді аздап ақымақ немесе ыңғайсыз сезінсеңіз, бұл қалыпты нәрсе. Көбіміз өз-өзімізге мен сені жақсы көрем, мен сені шын жақсы көрем деп айтуға қиналамыз. Мұндай жылы сөздерді өзіңізге айтып үйренуге, оны айтқан кезде өзіңізді ыңғайсыз сезінбеуге бірнеше апта немесе тіпті бір ай қажет болуы мүмкін. Бірақ тоқтамай жаттығу жасауды жалғастыра берсеңіз, жақын арада өміріңізде оң өзгерістерді байқайсыз. Соңғы 7 күн бойы сіз айнамен дос болуға тырыстыңыз. Қалауыңыз бен іс-әрекетіңізге анализ жасау үшін айнаның қалай көмектесетінін түсіндіңіз. Өз-өзіңізбен не туралы сөйлесетініңізді тыңдап, позитивті аффирмацияларды айтуға уақыт бөліңіз. Тағы да қайталап айтамын, айнамен жұмыс істеу нағыз махаббат актісі, өзіңізге бере алатын сүйіспеншілікке толы ең ғажап сый. Айнамен жұмыс істеген әр күн сайын біртіндеп өзіңізді жақсы көре бастайсыз. Өзіңді сүюдің ең жақсы жолы қазіргі сәтте өмір сүру үшін өткен өміріңіздегі барлық қажетсіз нәрселерді, яғни өзіңді сынап мінеу, бағаламау, адамды өткен шақта ұстап тұратын ескі жағдайларды жайына қалдыру. Осы жаман сөздерді оң аффирмацияға айналдырып, айна алдында бірнеше рет айта алсаңыз, өткеніңіздегі қайғы-қасіретті біртіндеп артқа тастап, әрі қарай уайымсыз өмір сүре аласыз. Сіз айнамен жұмыс істеген сайын өткен күннің қабаттарын шетінен аршып тазалайсыз. Айна алдында аффирмация айтқан сайын осы қабаттарын біртіндеп бұзып отырасыз. Үлкен бір қабырғаны құрайтын кірпіш сияқты түрлі бөлшектерден тұратын бұл қабаттардың қалыптасуына ұзақ жылдар кетті. Оны бұзуға да уақыт керек, бірақ сіз бір бөлшектен бастай аласыз. Бір бөлшекті немесе бір қабатты сылып алып тастаған сайын жылу мен мейірімнің салтанат құруына мүмкіндік бересіз. Айна алдында айтқан позитивті аффирмацияларға сене бастағанда осы әдемі махаббат өткеніңіздің қабырғаларын бұзады. Қандай мәселе болса да оны шешудің ең жақсы жолы өзіңді сүю. Анда-санда ішкі сыншыңыздың бір әрекетіңізді сынап мінеген, жақтырмаған немесе ескерту жасаған дауысын естісеңіз алаңдамаңыз. Әрқашан жүгіне алатын айнымас серігіңіз айна бар. Көзіңізге ұзақ қарап, мен махаббатқа лайықпын деп айтыңыз. Осы бағыттағы сапарыңызды жалғастырыңыз. Қане аффирмация жасайық. Өзімді сүю аптасын айнамен жұмыс істеп аяқтаймын. Енді мен сананың жаңа кеңістігіне көшемін және өзімді басқа адам ретінде көруге дайынмын. 7-ші күннің айна жаттығуы. 1. Айна алдына барып тұрыңыз. 2. Көзіңізге тіке қараңыз. 3. Мына аффирмацияны айтыңыз. Мен сені жақсы көрем. Мен сені шын жақсы көрем. Айнамен жұмыс істей алғаның үшін сені қатты мақтан етем. 4. Атыңызды атап тұрып осы аффирмацияны 10 мәрте қайталаңыз. Мен сені жақсы көрем. Атыңызды атаңыз. Мен сені шынымен де жақсы көрем. Мен сені жақсы көрем. Атыңызды атаңыз. Мен сені шын жақсы көрем. Айнамен жұмыс істегенің үшін сені мақтан етемін. 5. Маңдайыңызға көз салыңыз. Сол жердегі әрбір түймені басып, миыңызда тынымсыз ойнап тұрған ескі сенімдер мен жағымсыз ойлар жазылған дискіні шығарып жатқандай елестетіңіз. Қолыңызды алып, әлгі дискіні басыңыздан шығарып лақтырып жатқаныңызды көз алдыңызға әкеліңіз. 6. Енді көзіңізге терең үңіліп, жағымды аффирмациясы бар жаңа дискіні жазып жатқандай сезініңіз. Мен ұмытуға дайынмын. Мен махаббатқа лайықпын. Мен осы бар болмысымен кемел адаммын. Ғаламат күш ішіңізде. 7-ші күннің күнделік сұрақтары. 1. Күнделігіңізді шығарып, 1. күні не жазғаныңызды ашып қараңыз.
Екінші, айнамен жұмыстың алғашқы күні не жазғаныңызды, не сезінгеніңізді, қандай ой түйгеніңізді оқыңыз. Үшінші, күнделігіңіздің жаңа бетін айнамен жұмыстың алғашқы аптасынан кейін қандай ойға келдіңіз, не түсіндіңіз, қандай сезімдесіз, барлығын тізіп жазыңыз. Жаттығу күннен күнге жеңілдеп келе жатыр ма? Айнаға қарағанда өзіңізді жайлы сезінесіз бе? Төртінші, айнамен жұмыстың қай тұсында ауыз толтырып айтарлықтай жетістікке жеткеніңізді жазыңыз. Сондай-ақ ең қиын тиген жерлерін жазуды да ұмытпаңыз. Бесінші, ауыр тиетін тұстарына арнап жаңа аффирмациялар жасаңыз. Жетінші, күнгі жүректегі ойлар. Басымнан өткен бүкіл тәжірибе тек маған арналған. Дүниеге келген сәттен бастап біз түрлі есіктерден өтіп келеміз. Бұл үлкен есік және орасан зор өзгеріс болды. Содан бері көп тәжірибеден өттік. Біз толыққанды және байқуатты өмір сүруге керектің бәрімен түгел жабдықталған дүниеге келдік. Бізде осыған қажет бүкіл даналық пен білім бар. Осыған керек қабілет пен талант бар. Бақытты өмір сүруге молынан жететін көл көсір махаббат бар. Өмір бізге қолдау көрсетіп, қамқорлық жасауға әрдайым дайын тұрады. Біз осыны біліп, осыған сенуіміз керек. Біздің алдымыздағы есіктердің бірі ашылып, енді бірі жабылып жатады. Егер біз өзімізге берік болсақ, өзімізді назардан ұстасақ, қай есіктен өтсек те әрқашан жайлылықта боламыз. Ғаламның соңғы есігіне кіріп бара жатсақ та, бұл сапарымыздың соңы емес. Бұл тағы да жаңа шытырман оқиғаның басы ғана. Өзгерісті бастан кешіру қалыпты жағдай екеніне сеніңіз. Бүгін жаңа күн. Біз көп керемет жаңа тәжірибені бастан өткіземіз. Біз сүйіктіміз. Бізге ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Жетінші күннің медитациясы. Менің рухым таза. Жетінші күннің аудиосы. Әлемді құтқаратын біз ғана. Ортақ мақсат жолында біріксе көкейдегі сауалдардың жауабын табамыз. Денемізден әлдеқайда артық, тұлғамыздан әлдеқайда асқақ, дертімізден әлдеқайда ауыр, өткенімізден әлдеқайда маңызды бөлшегіміз бар екенін әрқашан есте ұстауымыз керек. Біздің қарым-қатынасымыздан да биік бөлшегіміз бар. Біздің өзегіміз таза рух, мәңгілік. Ол әрқашан болған және бола береді. Біз өзімізді жақсы көру және бір-бірімізді сүю үшін жаралдық. Осылайша өзімізді және ғаламда аяқтырып одан сайын жақсартуға көмектесетін жауап табамыз. Біз ерекше кезеңді бастан өткеріп жатырмыз. Түрлі дүниелер өзгеріп жатыр. Біз тіпті проблемалардың қаншалықты тереңде екенін білмеуіміз мүмкін, бірақ қолымыздан келгенше тырмысып өмір сүріп жатырмыз. Бұл да өтеді, біз бәрінің де шешімін табамыз. Рух деңгейінде бәріміз бірміз. Біз еркінбіз.